Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп-гимназия. Қазақ тілі пәні бойынша 2-ші сынып оқушыларының өзіндік жұмысы. 4-ші тоқсан. Сабақтың тақырыбы: нұсқаулық жазамын. Дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты: өлеңді түсініп оқып, оған ат қою. Тақырып бойынша нұсқаулықты жалғастыруға үйрену. Дара және күрделі етістіктерді ажырату. Серпілген сауал әдісі. Сөз таптарын ата. Кәне сөз таптарын атап жібереміз. Етістіктің ережесін еске түсіреміз. Етістіктің сұрақтарын айтамыз. Етістік сөздер бар, сөйлем құрастырып айтамыз. Дара етістік болатын мысалдар келтіреміз. Күрделі етістікке мысалдар келтіреміз. Ережені пысықтау. Етістік дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Мысалы, жазды, көрді, ұшты. Күрделі етістік 2 не 3 сөзден тұрады. Мысалы, жазып отыр, көріп жүр, ұшып бара жатыр. Балалар, енді нұсқаулыққа анықтама берек. Нұсқаулық дегеніміз белгілі бір жұмысты орындау кезіндегі ереже мен тәртіптер жиынтығы. Әрдайым есте сақтаймыз. 113-ші сабақтағы 40-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы. Бір қаз өзенде жүзіп жүріп өзіне өзі: мен қандай ғажап құспын, жерде жүземін, суға жүземін, ауаға ұшамын, менде құс бар ма екен дейді. Мұны әтеш естіп оған: бекер мақтанасың, сен аттай шаба алмайсың. Бір істі жаман білгенше, бір істі тәуір білген жақсы емес пе деді. Ал балалар, осы мәтіндегі негізгі ойды анықтайық. Мәтінге ат қой. Мәтін мазмұнына қарама қарсы пікір айтып көр. Балалар, егер 40-ші жаттығуды орындап болса, 41-ші жаттығуға қарайық. Берілгенін оқимыз. Қатесін тап және түзеп жаз. Бұл жерде берілген сөйлемдерде қате кеткен екен. Сол қатені түзетіп, дәптерімізге көшіріп жазамыз. Дәптерімізге көшіріп жазып болған соң, етістіктерді тауып, астын сызамыз. Үлгермеген жағдайда бейнебаянды үзіліске қойып қоямыз. Қырық екінші жаттығу. Пирамидадан 7 әріптен тұратын етістікті тап. Тапқан етістікті түргөздерге орналастыр. Сұрақтарда басшылыққа алып, құстарды қалай қорғау қажеттігі туралы нұсқаулық жаз. Кім нені қорғау тиіс? Неліктен? Оларға қандай жағдай жасау керек? Нұсқаулық жазып болса, 44-ші жаттығуға қараймыз. Сурет бойынша әңгіме құра. Балалар, алдымызда керемет сурет тұр.
Сол суретке қарап әңгіме құраймыз. Әңгімеге ат қоямыз. Және оны дәптерімізге жазамыз. Дәптерге жазу барысында жазу каллиграфиясына, әріптердің элементтеріне назар аударамыз. Боямай, таза, әдемі жазып үйренеміз. 44-ші жаттығуды орындап болсақ, 45-ші жаттығуға қараймыз. Берілгені: мәтінді қатесіз көшіріп жаз. Яғни бұл жерге 3 сөйлемнен тұратын кішкене ғана мәтін берілген, соны қатесіз көшіріп жазамыз. Және етістіктердің астын сызамыз. Жұмбақтың шешуінен шыққан сөзге қысқаша мәлімет жазамыз. Шығармашылық тапсырма: ғарышқа деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Дыбыстық талдау ережесі: алдымен сөзді оқимыз, неше дыбыс бар екенін анықтаймыз, буынға бөлеміз, дауысты дыбыстарды анықтаймыз, дауыссыз дыбыстарды анықтаймыз, неше әріп бар екенін анықтаймыз, дыбыстарды сипаттаймыз. Дара және күрделі етістік туралы не білеміз? Не білесің, не білдің, нені білгің келеді? Осы 3 сұраққа жауап жазамыз. Орындалған тапсырманы электрондық пошта немесе WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереміз. Бейнебаянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Сау болыңдар балалар, келесі сабақта